Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін 7 мамыр ұлттық әскеріміз отан қорғаушылардың күні. Баршаңызды отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Әрбір ұлттың өзінің қауіпсіздігін сақтайтын әскері болады. Біздің елдегі әскер ол ұландар. Батырларымыз ел басына күн туған кезде елімізді қорғап, біздің бейбіт өмір сүруімізге атсалысады. Отанымыздың тыныш болуы, бейбіт өмір сүруі осы ұлттық әскеріміздің қызығында. Сондықтан да баршаңызды өз еліміздің патриоты болуға, өз отанымызды сүюге, оны қорғауға, ондағы бейбіт өмірді сақтауға шақырамын. Сендер де болашақта әскер қатарына барып, өз отандарыңды қорғауларыңа аянбай еңбек ететіндеріне сенемін. Қараңғыласқан, үркін бақсыларға шығасқан, табылар мантиғайлы, қарасаң бұқласқан. Алаулап күл жанады, туған жер құлпырады, бейбітшілік болса,